біз WhatsApp-қа келдік, иә? Жаңа. Енді қараңыздар. Сіздер мына жерде WhatsApp ссылкасын апарып қоясыздар. Осылайынан. Сосын өзіңіздің аккаунтыңызды жазасыз. Сосын настройкаға кіресіз. Мына жерде сізде былай бүйтіп тұрады. Сосын скрит блокты да, одан кейін свой настройки да деген басасыз да. Сосын мына жерде без текста дегенді таңдайсыз. Сосын без текста дегенді таңдайсыз. И мына жерде секция включено деп тұрады. Соны сіз новая секция дейсіз да. Осы жерден светтің фонын өзгертсеңіз болады. Например, мына светті алып ше. Өйстіп өзгертуге болады. Мына жерде ссылканың светін өзгертуге болады тоже былай. Применетті басып өзгертесіз. Одан кейін қайтып настройкаға кіреміз. Міне, дәл осылай жасайсыздар. Сохранить дегенді басасыздар. Міне. Бізде осылай Инстаграмның түсін, Инстаграм осын басқан кезде сізде Инстаграмға тікелей кіргізетін болады да. Енді добавить еще дейді. Добавить еще басатын болсаңыз, мына жерде қараңыз, цвет текстің түсін ауыстырайық. Ақ цвет емес, басқа цвет қойған дұрыс. Міне, осылай қояйық. Өздеріңіз цветтің түсін таңдап аласыздар. Ссылканы таңдамай қойыңыз. Ссылканы таңдасаңыз былай болып шығып қалады. Қараңыз. Міне осындай болып шығады. Ссылканы таңдамаңыз. Сол үшін настройкаға кіріп, видті таңдап, без текста дегенді таңдайсыз. Міне. Өзіңіз цветтерін ауыстырып, қалаған цветтеріңізді таңдап қоя берсеңіздер болады. Міне. Дәл осыны таңдап алыңыздар. Настройкаға кіріп, ақ пен қызыл. Енді бізде не қалды енді? Мынау керек емес. Удалить. Мына жерде мысалға ютубыңызды қойсаңыз болады. Ютуб каналыңызды қойып қойсаңыз да болады. Өзіңіз қалағанын қойсаңыз болады. Міне, енді мына карусельді. Карусельге өзіңіз қалаған фотоңызды қоясыз. Мына жерден баннер жасаған кезде обязательно несіне қарайсыз. Размеріне қарайсыз. Неге десеңіз, размеріңіз дұрыс болмай қалса, мына жерде біреу көрініп, бір сөз көрініп, бір сөз көрінбей қалуы мүмкін. Ал мен пикселаппен сіздерге баннер жасау керек, қалай жасау керектігін көрсеттім, иә? Дәл сол форматта жасасаңыздар, карусельге осылай әдем болып тұрады. Карусельді түсіндірдім. Енді арасындағы секунд, 2 секунд ауыстыруға болады. Мына жерде размерлерді жаттап алу керек. Квадрат, вертикальный өзі керек, қайсысы керек сізге, соны жаттап алыңыз. Квадрат лучше. Енді бізде қараңыздар, WhatsApp-ты қойдық, Instagram-ды қойдық. Енді мынаны удалить етіп тастаймыз. Бұны удалить ету үшін удалить. Сосын display дегенді бассаңыз, вообще блок удалить етіледі. И қоям десеңіз, добавить блок қылып, тура жаңа дегенде қоюға болады. Негізі бұл таблик сайтын полный баннер арқылы жасаған дұрыс. Қазір мен сіздерге дәл осы табликке арнап баннер жасауды үйрететін боламын да. Келесі сабақта. Келесі сабақта емес, қазір үйрете салайын, иә. Так, бізде баннердің
размері қазір ссылкамен керек емес. Қазір бәрін дұрыстайтын боламыз. Қазір мен баннердің размерін біліп аламыз. Қазір біз овер қосымшасына кіріп, жаңалдегі біздің баннеріміздің размерін қарап аламыз, иә. Барлық сайтты баннермен жасаған дұрыс. Так. Осы 120-да 628 жаттап алыңыздар, иә. Енді мен сіздерге үйреткен пикселапқа кіресіз. Обязательно баннерлердің бәрін PNG форматында сақтаған дұрыс. Енді мынаны удалить етіп тастаймын. Міне, қараңыз, мына жерге транспарент басып, PNG форматы деген осы, сосын image size дегенді басасыз. 1200-де 628, иә, қателеспесем 628. Енді окей басамыз. Міне біздің баннеріміздің размер шықты. Бұл таблик сайтының баннері. Енді қараңыз, біз қазір мына баннерді жасап көрсетейін. Міне, мына баннерді жасап көрсетейін. Мынау PNG форматында осылай қара болып сохранить етіледі. Сіздер PNG форматында сохранить етесіздер. Енді біз осы суретті, осы баннерді жасау үшін арасындағы кругтар тұр ғой. Соны біз мына жерде PicsArtқа кіріп, осы жерден баннерді, жаңа нені, кругты аламыз. Міне, плюсті басып, цвет фоновты басып, осы жерден PNG форматына сохранить етіп аламыз. Стикерге кіріп, круг деп жазамыз. Міне, бізде осындай кругтар шықты. Загрузка бола берсін, мен тоқтатып тұрайын, потому что толып кетеді.